Сәлем достар, баршаңызға қайырлы таң. Ал мен саршаян белгісіндегі адамдарға арналған болжамымды ұсынатын боламын. Жалпы бізде желтоқсан айына дейін көптеген планеталар кері бағытта айналады. Ол кезде адамдар ашуланшақ болады, көп ауыратын болады, көп бастары ауыратын болады. Себебі планета кері айналғанда жерге жақын болады. Сол себепті өздеріңізге бір ұнайтын бір шығармашылық жұмыспен айналысуға шақырамын. Немесе бір нумерология, БЦ деген өздеріңізге ұнаған сабақтарыңызды сатып алып зерттесеңіздер, ары қарай ақша тапсаңыздар өте жақсы мүмкіндік. Ал саршаян сіздерге. Ал менде БЦ курстары бар. Олар YouTube каналында, жабық YouTube каналында сақталған, және де материалдар қазақ тілінде. Өздеріңіз қалағанша оқи аласыздар, дайындала аласыздар, және материалдар өздеріңізге қалады. Саршаян сіздерге. Юпитер мен Марс маусым айында бірге келеді. Ал Юпитер бізде әділдіктің, байлықтың планетасы. Ал Марс кішкене ұрыс жанжалға жақын, өте белсенді планета. Және де Марс проблеманың шешімін табатын планета. Олар екеуі бірігіп 6-шы үйде кездесіп жатыр. 6-шы үй бізде жұмыстық және де күнделікті біздің жасайтын жұмыстарымызды білдіреді. Өте белсенді боласыздар. Юпитер проблемаңызды шешуге көмектеседі. Энергияларыңыз көп болады. Туысқандарыңызға, таныстарыңызға көмек бересіздер. Жұмыстарыңызда көп болады. Дәрігердің тексеруінен өтесіздер. Жалпы одан кейін Меркурий 7-ші домда келіп тұр екен. Кездесе алмай жүрген адамдарыңызбен кездесесіздер. Көндіре алмай жүрген адамдарыңызды көндіретін боласыздар. Барлығы оңынан шешіледі. Жалпы бұл өзгерістерді 18-ші, 19-ші, 20-ші қарашада туылған адамдар көбірек сезінетін болады. Сатурн бізде кері бағытта айналып бастады. Ол сіздерде 4-ші үйге келіп тұр. Жалпы 4-ші дом үй ата-ананы, заңды тұратын жерімізді білдіреді. Үйлеріңіздегі құрылыс жұмыстары ұзаққа созылатын болады. Жалпы Сатурн кері бағытта айналғандықтан үйдің документтерін бір ұзақ уақытқа жасатуға жақсы. Ал 11 мен 13-ші маусым аралығында Венера бізде Уранмен 7-ші үйде кездесіп жатыр екен. Мекемемен, адамдармен келісуіңіз ықтимал. Немесе сот ісі болады. Сот ісі ақшаға байланысты болады. Себебі Венера планетасы ақшамен байланысты. Бұл өзгерістерді 8-ші, 9-ші, 10-ші қарашада туылған адамдар көбірек сезінетін болады. Ал 14-ші маусым күні Меркурий 8-ші домда келіп тұр екен. Басқа адамдардан ақша келеді. Ақша мәселесін шешетін боласыз. 22-ші маусым күні күннің белгісі 9-ші үйге келіп тұр екен. Ол құқықтық мәселені шешетін боласыз. Үйіңізде отырып онлайн жұмыс жасайсыз. Шетелдің компаниясына жұмысқа орналасасыз. Өзіңізге және де әлеуметтік желіде қандай да бір жұмыс көзі болса, реклама жасатуға жақсы. Кәсібіңіз интернет арқылы болса, атақты боласыз. 24-ші маусым күні Венера 8-ші үйде келіп тұр екен. Ал 28-ші маусым күні Нептун планетасы кері бағытта айналып жатыр. Нептун 5-ші үйге келіп тұр екен. Ол балаға шығармашылық жұмыстарға, махаббатқа, хоббиге жауап береді. Егер көрмеге шығармашылық жұмыстарыңызды шығаратын болсаңыз, бұл өте жақсы кезең. Ұзақ уақыт бір шығармашылық жұмыспен отырып айналысуға жақсы кезең, планета кері айналғанда. Баланы ата-әжесіне беретін боласыздар. 29-ші маусым күні жаңа ай 9-ші үйге келіп тұр екен. Өмірлеріңізде өте көптеген жақсы жаңалықтар болады.
Ал менің айтпағым осы: бар болыңыздар, бай болыңыздар.